Бүгін Нұр Отан партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалының ұйымдастыруымен демократиялық күштердің Қазақстан 2050 облыстық коалициясының отырысы өткізілді. Коалиция отырысына саяси партиялар мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысып, Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауының қорытындысы туралы ой бөлісті. Өңіріміздегі демократиялық күштердің коалиция құрамы президент сайлауының қорытындысын оң бағалады. Әр партиялар мен қоғамдық ұйымдар өздерінің тарапынан байқаушылар ұсынып, сайлау барысы мен дауыс есептеу процесіне бақылау жасады. Партиялар мүшелерінің айтуынша, жалпы сайлау қорытындысы заңға сай өткізілгенін айтады. Атап өту керек, президентке кандидаттардың штабынан өкілдері бірнеше сайлау учаскелерінде болып, дауыс беру барысымен танысуға зор мүмкіндік жасалды. Сам лично проверял проехал несколько районных центров. Мен өз басым бірнеше аудандар мен облыс орталығындағы сайлау учаскелерінде болып бақылауға қатыстым. Менің байқағаным, ұйымдастыру жұмыстары талапқа сай деп айтуға толық негіз бар. Заңға қайшы, өрескел қателікте тіркелген жоқ. Халықтың сайлауға қатысу белсенділігі де көңіл қуантарлық болды.